Күнделікті тұрмысымызда жыртқыш хайуанлардың, итлер һәм пышықлардың адамларға жарақат жеткеру жағдайлары көплеп ұшырасады. Егер де адамды құтырған ит жарақат жеткеріп тістеген болса, ол адамды ақыбетті өлімге алып келуші құтыру кеселігі менен кеселенеді. Бұл кеселікті үй шараятында емлеу мүмкіншілігі жоқ. Тек қана емлеуханада кеселікке қарсы вакцина салу жолы менен аман алып қалу мүмкін. Сондықтан да ит сізге ямаса жақыларыңызға жарақат жеткерсе, дархал емлеу профилактика мекемелеріне көрінің. Құтыру кеселігінен сақланудың ең ахметлі жоллары бұл үйде итлерді сақлау тәртібіне әмел қылу болып есептелінеді. Үйде сақланатын итлерге құтыруға қарсы вакцинация өткерілуі лазым. Ит ветеринариялық паспортқа ие болуы керек. Ит үйде байланған халда сақлануы тиіс. Дарвазаға ит барлығы хақында белгі қойылуы. Ит көшеге алып шығылғанда 1,5 метрден ұзын болмаған жіп һәм ауыз бекіткіштер менен алып шығылуы тиіс. Халық жасау орындарында қараусыз жүрген итлер болған жағдайда аймақтардағы абаданластыру басқармаларындағы қараусыз қалған итлерді тұту бөлімі қанегелерін шақыру зарур. Егер ит тістеліп жарақат жеткерілсе, адамды тістелген ит ветеринария һәм шаруашылықтар рауажландыру бөлімі қанегелері тарапынан көріктен 10 күн давамында өткерілуі шарт. Құрметлі бұқаралар, ит тарапынан жеткерген зақымға итибарсыз болмаң.